Әлемді қаржы экономикалық тұрақсыздықтың жаңа толқыны жайлаған уақытта президенттік сайлауды мерзімнен бұрын өткізу ертеңін ойлаған елдің байыптық адамы. Еуропалық кәсіпкер Фрэнк Монстри осындай пікір білдірді. Шетелдік инвестор 20 жылдан бері Батыс Қазақстан облысында кәсібін өрге домалатып келеді. Айтуынша, қазақ еліндегі тұрақтылық пен нұрлы жол сынды нақты бағдарламалардың жүзеге асырылуы кәсіби мықты әрі біртұтас мемлекет қалыптастырудың озық платформасы. Бұл ретте ел президентінің экономиканы әртараптандыруға басымдық беруі Қазақстан халқының мүддесі үшін ұтымды шешім дейді сарапшы. Қазақстандағы инвестициялық ахуал шетелдіктер үшін өте қолайлы. Өйткені біз 20 жыл бұрын Жайық мұнай компаниясын ашқанда бар жоғы 35 адам жұмыс істейтін. Бүгінде олардың саны 1000-ға жетті. Сол жылдары күніне 1000 баррель ғана мұнай өндіретінбіз. Қазір тәулігіне 45 000 баррель. Біз осында жетістікке ел үкіметінің қолдауы және жергілікті білімді, білікті халықтың сапалы еңбегінің арқасында қол жеткіздік. Демек, бізде нұрлы жол экономикалық бағдарламасының бөлшегіміз. Сондықтан біз тек ұлттық ресурстарды өндіріп қана қоймай, экономиканы әртараптандыруға күш салуымыз керек.